достар, бүгін Напалеон тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, 2 жұмыртқа және де сметана керек болады. Алдымен осындай ыдысқа ұнымызды саламыз. Осындай теркадан сары майымызды өткізіп аламыз. Осылай бәрі 43-тан өткізіп, енді ұнмен бірге үгітіп аламыз. Үгітіп алды, май мен ұнды. Енді бұған сметана қосамыз. Және 2 жұмыртқа. Жақсылап араластырамыз. Шығады. 8 бөлікке бөлдім. Енді оларды пакеттерге орналастырамыз. Енді бұлардың бәрін холодильникке қойып қоямын. Оған дейін біз крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 800 мл қаймағы. Сіздердің Напалеондарыңыздың кремі дәмдірек болу үшін майлылығы жоғары сүттерді қолданған жөн. Оны газге қойып қоямыз, 10 минуттай ысытамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді сала тұрамыз. Шекер, лимонның суы, крахмал жоқ болса, ұн қолдана беруге болады. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Міне толықтай жақсылап араластырып алдым. Енді газде тұрған ыстық сүтімізді аламыз. Сүтіміз толықтай ысыған, бірақ қайнауға дейін бармаған. Енді азғындай бөлігін құйып араластырамыз. Енді осы ысып тұрған сүтімізге қайтадан осы массамызды қоямыз. Енді сүтімізді қайтадан отқа қойып, қайнағанша ұстап тұрамыз. Қайнап, борпылдап, қою болғанша қайнатамыз. Креміміз 5 минуттай қайнады. 5 минут ішінде осыны қою болды. Және де сол газге қойғаннан кейін араластырып тұру керек. Ешқашан тоқтамау керек. Өйткені тоқтап қалсаңыздар асты бірден қатып күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан да араластырып тұру керек. Енді креміміз ыстық кезінде оған сары майымызды қосамыз. Сары май жақсылап ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып
суытып қою керек. Бір қамырын, холодильниктен бір қамырды алып, оны жайып пісіретін боламыз. Кезек-кезек холодильниктен аламыз. Астына ұн сеуіп аламыз, жабысып қалмау үшін. Енді оны барынша жұқа қылып жаюға тырысамыз. Егер де қамырларыңыз жабысып қалайын деп жатқан болса, ұнды сеуіп беріңіздер. Ұнды сеуіп ештеңе қылмайды. Өздеріңіздің қалаған көлемде заттарыңызды алып, осылаймен ортасына қойып кесіп алуларыңызға болады. Шетіндегілерін алып, пакетке салып, холодильникке қойып қойып. Төңкеріп, осы шетіне қойғым келіп тұр. Енді 200 градуста, қатты градуста пісіріп аламыз. Қызарған кезде ала беруді, келесі қамырларды да дәл осылай істеп шығамыз. Креміміз толықтай суыды. Енді оған осындай зубчонка қосатын боламыз. Араластырамыз. өте биік торт болатын сияқты. Енді осыларды бір-бірінің үстіне қойып кождалы жинаймыз.
Напалеоннан қалған